Ассалаумағалейкум қазақ елі. 2023 жыл 12 маусым Қазақстан Республикасындағы жалпы ұлттық аза тұту күні етіп жарияланды. Ұлттық аза тұту күні ең алдымен бақ қызметіне және олардың интернет ресурстарын рәсімдеуге байланысты бірқатар іс-шаралар қабылданады. Ең алдымен сайтта барлық жарнамаларды алып тастаймыз. Одан бөлек барлық сайттың жоғарғы бөлігінде аза тұту күні баннері тұрады. Одан бөлек сайттың түсін қара ақ түсті гаммаға өзгертілу ұсынылады. Енді сайттың түсін қалай өзгертеміз? Мен арнайы осы кодты дайындап қойдым. Осыны пайдалансаңыздар болады. Сайттың исходнингіне кіріп, body деген жерге осы кодты қоямыз. Міне біздің сайтымыз түрленіп келеді. Дәл осылай барлық жарнамаларды өшіріп, баннерді қойып, түнгі 12-де, яғни бір күн аза тұту күніне дайындап қойсаңыздар болады.